бүкіл Қазақстан осының төңірегінде болды. Әңгімелеріміз де, сіздердің ақпарат құралдарындағы айтқан сөздеріңіз де болғанын білесіздер. Бет тұрып келесіз, оны және орындап келесіз, халық министрлерге де, елге жұртқа да айтып келесіз, дамытып келесіз. Өзіңіз білесіз, біздің тәуелсіздігімізді алғашқы мойындаған, алғашқы құттықтаған Түркия болды. Оны үнемі айтып та жүрсіз өзіңіз. Осыған дейін түркі бауырлармен де қарым-қатынасымыз жақсы. Өзіңіз бір кезде Нұрорда секілді КТИ лицейін ашқанда айтып едіңіз. Біздің бүгінгі Қазақстанның білімінің өсуіне олимпиадаларда, спорт үлкен әлемдік додаларда қазақтың абыройын аспандатып, елімізді дамуын көтеріп жүрген. Бүгінде өзіңіз білесіз, еліміздегі түрік ұстаздардың жағдайы алаңдаушылығы басым, өйткені өзіңіз де білесіз, бүгінде Түркиядағы саясатта. Енді осы біздің елдегі түрік бауырларымыздың ұстаздарын кейін осы тәуелсіздікпен бірге еліміздің білімінің дамуына еңбек сіңірген азаматтардың келешегі туралы, олардың алаңдаушылығы туралы өзіңіздің тура пікір білсек. Ол азаматтардан мен жиі қазір қаталып тұрамын. Деген түріктің төңірегінде жүрген адамдарды соған кінәлі деп санап, көп адамдарды жауапқа тартты, түрмеге отырғызды. Соның ішінде Гүленнің қоры салған мектептер, қазақ-түрік лицейлер бар біздегі. Соның ішіндегі мұғалімдардың барлығы соныкі деп маған Ердоған мырза 2-3 рет айтты. Мен айттым, егер де бізде істеп жүрген адамдар қылмысы болатын болса, дерек алып келмем. Бізде олар қылмыскер емес, мен ешқандай оларға жаманшылық жасай алмаймын. Олардың кейбіреулері тіпті біз Түркияға барсақ бізді отырғызып, жібермеңіз деп сұрайды. Сондықтан біз осы нәрседен шығу үшін қазақ-түрік лицейлерінің барлығын білім министрлігіне бердік. Әдейі өзіміздің қор жасадық, бердік. Біразын білім министрлігіне, біразын өзіміздің жасаған қорда. Сондықтан Түркияның да, Гүленнің де ешқандай қатынасы жоқ. Мұғалімдер жөнінде, түрік мұғалімдер. Түрік мұғалімдердің ішінде жаңағы кінәлі төңкеріске дегендері дәлелдегеннің біразын біз қайтардық. Он бір адам меніңше. Біразы сұранып өзі шетелге кетіп қалды. Енді қалғандарын кеше келгенде тағы да сұрады менен Ердоған мырза. Мен айттым, мына қалғандардың ешқандай қылмысы жоқ. Егер де бізге дәлелдесеңдер қылмысы бар деп, онда бірге отырып құқық қорғау органдары қарасын. Қылмысы жоқ адамдарды отырғызып, немесе сендерге байлап біз бере алмаймыз деп келістік. Меніңше бұл мәселені жаптық деп санаймын.